Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің мынандай раскраскамды көрсететін боламын. Бұл Дракулаура туралы және Монстр Хай. Достар, каналда көп уақыт бойы видео болмағанына кешірерсіздер. Себебі мен өткенгі аптаның дүйсенбі күнінде ауылға кеттім де және бүгін мен келдім. Среда күні, орысшада айтқанда, ал қазақшада сәрсенбі. Ал жарайды, енді көп сөйлемей сіздерге мынау раскраскамды көрсетейін. Менің пирожки жеп отырған едім. Жарайды. Бұл раскрасканың сырты мынандай, Дракулаура және мына жерден наклей и раскрас деп жазылыпты, но Монстр Хай. Мұның бірінші бетінде мына жерде 6 наклейка тұр. Монстр Хай, Дракулаура және оның достары. Мынау привет, меня зовут Дракулаура деп жазылып тұр. Ал мынау болса Дракулаура. Мына жерде Монстр Хай деп жазылып тұр. Мына жерде сделать для меня макияж глаз деп жазылып тұр. Ол маған макияж жасап берші деген деп жазылып тұр. Бұл жерде қазақшада, ал мына жерде подери красивые оттенки для губ деп жазылып тұр. Бұл жерде маған әдемі помадаларды жауып берші деген деп қазақшада айтылған. Қазақша жазылып тұр. Нарисуй крутые серьги деп жазылып тұр. Бұның қазақшасы маған күшті сырғалар салып берші деген қазақшасы бұл. Ал мынау подери для меня подходящий макияж деп жазылып тұр. Бұның мағынасы маған өзіме лайық макияж жасап берші деген деп жазылып тұр қазақшада. Ана жерде попробуй для новой создать мне наряды деп жазылып тұр. Бұл жерде өз ойымыздан 2 стиль табамыз. Мен біреуін тапқанмын, ол мынандай, бұл лосина және кофта. Ал мынау болса майка кофтастар деген жұлдызша, ал мынау болса джинсы. Келесі бетінде придумай и нарисуй для меня новые туфли деп жазылып тұр. Өз ойымыздан мынандай секілді 2 туфли істейміз. Мысалы, мынандай секілді бұны өзім тапқан, ал мынаны менің досым істеген. Сондай стиль тапқан. Придумай и нарисуй деген оның орысшасы. Бұл өз ойынан тауып және маған жаңа туфли салып берші деп тұр. Солай жазылып тұр. Ал мына жерде подери мои любимые оттенок лака деп жазылып тұр. Бұл жерде менің сүйікті лактың түсін жағып берші деген мағынада айтылған. Ал нарисуй классное кольцо деп жазылып тұр. Маған күшті сақиналар салып берші деген мағынада бұл. Ана болса раскрась наряды для вечеринки деп жазылып тұр. Бұл жерде бояп және вечеринкаға маған киім дайындашы деп жазылып тұр. Ал келесі бетінде это мои подруги деп жазылып тұр. Мен мынаны білмеймін. Ал мынаның аты Венера, ал мынау Лагуна, ал мынау Рошель. Соңғы бетті қалды. Бұл соңғы бетінде біз 6 наклейканы көреміз. Мына жерде 2 Дракулаура, ал мына жерде тағы да Дракулаура, мына жерде Дракулаура, ал мынау аниме Дракулаура, ал мынау болса жай әшейін Дракулаура. Бірінші бетіндегі мынау Дракулаура.
Соңында бұл жерде пора спать, раскрась мою одежду для сна деп жазылып тұр. Бұның мағынасы ұйықтау керек. Менің түнгі пижама деп берейікші. Пижамамды бояп берші деп қазақшалап айтылған. Міне, мына жерде екі пижама тұр, сол сияқты мына жерде өзіміз пижаманы табамыз. Міне, бұл осындай раскрас, ал соңғы бетінде осындай. Достар, келесі видеода мен өзімнің лолымды түсіретін боламын. Ол лол пэтс болады. Лол пупси сестрички болмайды. Лол пупсики болмайды, я. Ол оригинальный, өте күшті лол, сондықтан мен каналыма подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен, пока-пока.